Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видеомыз түс жору жайлы болады. Бүгінгі тақырып түсіңізде құс көрсеңіз қалай жорылатындығы жайлы болады. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде төбеңізден құс ұшып жүргенін көрсеңіз, мансабыңыз бен беделіңіздің артатындығын білдіреді. Егер түсіңізде бір құс ұшып келіп алдыңызға құласа, бір жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Түсіңізде басыңызға бір құс келіп қонса, бір жақсылық келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде құс көрсеңіз, Алла тағаланың жақсы көретін амалдарын істеп жүргендігіңізді білдіреді. Ер адам түсінде ақ құс көрсе, үлкен мансапқа ие болатындығын немесе бір жетістікке жететіндігін білдіреді. Түсіңіздегі құс сіздің адал кәсіп жасап, адал ас ішіп жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде құстың жүндерін көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Түсіңізде ала құсты көрсеңіз, сізді қоршаған адамдардың сізді жақсы көретіндігін білдіреді. Сондай-ақ, ала құсты көру сіздің ешқашан сүрінбей табысты болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде құс аулап жүрсеңіз, сіздің ақылды және мықты екендігіңізді білдіреді. Жас бала түсінде құс көрсе, болашақта жақсы адам болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде құс көрсеңіз, сіздің той-думанды жақсы көретіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде қара түсті құсты көрсеңіз, сіздің қу адам екендігіңізді білдіреді. Ал ақ құсты көрсеңіз, сізді туысқандарыңызға көмектесіп, жақсы амал көп жасайтындығыңызды білдіреді. Осымен түс жоруыңыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.